ертеде бір жағдайы жақсы, байлығы бар, дәулеті бар, сондай бір дәулетті бір кісі өмір сүрген екен. Яғни оның дүние мүлкі өте көп, сондай бір бай ауқатты адам болған екен. Ол кісінің бір жалғыз қызы болған екен. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, сондай сұлу. Ол қыздың жасы келіп, яғни қызын тұрмысқа беруді жоспарлайды. Бірақ бұл бай кісі өзінің байлығына бола қызығатын, дәулетіне бола қызығатын адамдарға емес, шынайы өзінің қызын жақсы көретін, құрметтейтін сондай бір тәрбиелі адамға қызын беруді не қылады, мақсат қылады. Содан ол жалпы халыққа мынандай деп үндеу тастайды. Кімде-кім бір сондай бір су болады, ағып атқан үлкен көл. Сол көлде ішінде кілең жаңадай ағаш қолтырауындар, яғни крокодил дейміз ғой, сондайлар бар ішінде аш. Сондай бір ішінде жыландар бар, сондай бір су көл болады. Сол көлді кім арғы жағасына өтетін болса, сол көлді жүзіп, мен сол өткен адамға не қылам дейді, қалаған нәрсесін берем дейді. Яғни қаласа байлығымның жартысын берем, жерлерімнің жартысын берем, немесе қызымның несін берем, қолын берем дейді. Сөйтіп айтып болмағанша бір жас жігіт жаңағы көлге секіріп қойып кетті дейді. Бәрі таңғалып қарап қалып, бүкіл жаңағы судағы, көлдегі бүкіл жаңағыдай қолтырауындардың барлығы қуып баратыр дейді, аш. Ана жігіт болса қарамастан жүзіп келатыр дейді. Бір кезде арғы жағаға жүзіп шықты дейді, аман есен. Бәрі қуанып, о деп. Бір кезде бай кісі жаңа шақырып алып, қалағаныңды айт енді, жерімнің жартысын берейін ба десе, жоқ, маған керек емес дейді. Мүмкін саған байлығымның жартысын берейін дейді, жоқ, маған керек емес дейді. Сол кезде жаңағы бай кісі жүрегі шамалы орнығып, бұған мен байлығым, дүнием, ештеңем керек емес, қызымды шынайы жақсы көреді екен, шынайы сыйлайды шығар деп. Онда қызымды берейін деген кезде, жоқ, маған қызың да керек емес дейді. Сонда таңғалады бай. Сонда не қалайсың сен деп сұрайды. Сол кезде жаңағы жігіт айтады дейді, мені итеріп жүрген, артымнан итеріп жіберген ақымақ қаяқтасың, мен соны көргім келеді деп айтты дейді. Яғни біз осы мысалдан нені түсінеміз? Адамның басына қиыншылық түскен кезде, сондай бір жағдайға түскен кезде, адам Алланың берген өзінің бойындағы қуатын, Алланың берген артықшылықтарын адам кейде сондай уақытта шығарып жатады. Ол бірақ неде болады? Ұйқыда жатады. Сондай бір қиын жағдайда, сондай бір адамның басына ауыртпашылық түскен кезде, сондай бір жағдайлар болған кезде, сол нәрсені адам не қылады? Шығарады. Сол біздің қасиеттеріміз шығып жатады. Және де ондай бір қиыншылықты негізінен күту шарт емес. Алланың біздің бойымызға берген қабілеті өте көп. Біз сондай қиыншылық келместен де өзіміздің бойымыздағы артықшылықтарымызды, өзіміздің бойымыздағы берілген Алланың жақсылықтарын біз шығаруымызға болады. Тек қана бір жаңағыдай мысалдағыдай қиыншылықты күту не емес, шарт емес. Немесе сіз сондай бір қиыншылықта жүрген болсаңыз, ауыртпашылықта жүрген болсаңыз, біліңіз, сіздің бойыңызда содан шығаратын Алла тағала не қасиет берген, сізге сондай бір артықшылық берген. Сіз сол арқылы, сол басыңызға келіп жатқан қиыншылықтарды не қыла аласыз? Жеңе аласыз да. Сондықтан біз әрқашанда бірінші әрине Аллаға, одан кейін өзімізге деген сенімімізді жоғалтпауымыз керек. Алла тағала баршамызға істерімізге береке берсін, жақсылықта кездесейік.